Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 122 сабақ. Тік төртбұрыштың шаршының үшбұрыштың периметрін табу формуласы тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Суреттегі тік төртбұрыштың периметрін табу тәсілдерін түсіндір. Балалар, бірінші суретке қараймыз. Тік төртбұрыштың ұзындығы 3 см, ал ені 2 см. Қарама-қарсы қабырғалары бірдей болады. Демек, периметрін табудың тәсілдерін түсіндіріп көрейік. Бірінші тәсіл бұл барлық қабырғаларының ұзындығын бір-біріне қосып шығу. Яғни 3 қосу 2, қосу 3, қосу 2 тең 10 см. Ал екінші тәсіл бізде қарама-қарсы қабырғалар болғандықтан, яғни 3 см екеу болғандықтан 3 көбейту 2, қосу 2 көбейту 2 деп аламыз. Тең 10 см. Ал енді үшінші тәсіл бізде 3-ке 2-ні қосып, ені мен ұзындығын бір-біріне қосып, оны 2 есе арттырамыз. Яғни 3-ке 2-ні қоссақ 5, оны 2-ге көбейтсек 10 см шығады. Ал енді тік төртбұрыштың периметрі, балалар, P 10 см-ге тең болды. Ал енді есептеудің қай тәсілі тиімдірек болды? Балалар, есептеудің үшінші тәсілі тиімді. Себебі ені мен ұзындығын бір-біріне қосып, 2 есе арттырамыз. Сонда бізге периметрі шығады екен. Екінші тапсырма. Тік төртбұрыш пен шаршының периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Мұнда бірінші тік төртбұрыш және шаршы берілген. Тік төртбұрыштың ұзындығы А, ені Б-ға тең. Ал шаршының барлық қабырғалары тең, ол А-ға тең. Ал енді бұлардың периметрін тауып, әртүрлі тәсілмен тауып көрейік. Бірінші тік төртбұрыштікі, яғни барлық қабырғаларын бір-біріне қосып шығамыз. А қосу Б, қосу А, қосу Б. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл А көбейту 2 қосылған Б көбейту 2. Үшінші тәсіл А мен Б-ның қосындысын 2 есе арттыру. Ал енді шаршының периметрін табатын болсақ, А қосылған А, қосу А, қосу А. Ал екінші тәсіл А көбейту 4, яғни қосуды көбейтумен алмастырдық. Ал енді ережеге мұқият қараймыз. Тік төртбұрыштың периметрін табу формуласы P тең А қосылған Б-ны 2 есе арттыру. Мұндағы А тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығы, Б ені. Шаршының периметрін табу формуласы P тең А көбейту 4. Мұндағы А шаршының қабырғасы. Балалар, ережені жаттап, есіңізге сақтаймыз. Үшінші тапсырма, кестені толтыр. Кестеде тік төртбұрыштың ұзындығы, ені берілген, оның қосындысы мен периметрін табуымыз қажет екен. Яғни ұзындығы 4 см, ені 2 см. Ұзындығы мен енінің қосындысы 6 см-ге тең, ал периметрі 12 см-ге тең. Себебі 6-ны біз 2-ге көбейтеміз, сонда 12 см шығады. Келесі ұзындығы 4 дециметр, ені 3 дециметр. Ал ұзындығы мен енінің қосындысы 7 дециметрге тең. Периметрі 14 дециметрге тең. Яғни 7 дециметрді 2-ге көбейтеміз, яғни 2 есе арттырамыз, сонда 14 дециметр шығады. Осылай кестені толтырсақ болады. Төртінші тапсырма. А тең 6 см, А тең 7 дециметр, А тең 9 метр деп алып, шаршының периметрін тап дейді. Балалар, біз шаршының периметрін қалай табуымызға болады? Яғни формулаға қараймыз, шаршының периметрін P тең А көбейту 4 деп аламыз. Яғни мұндағы А шаршының қабырғасы. Ал енді периметрін табайық. А тең 6 см. Формуласы P тең А көбейту 4. Ал енді А-ны орнына қоямыз. 6 көбейту 4 тең 24 см. Келесі А тең 7 дециметр. P-ні табу үшін А-ны 4-ке көбейтуіміз керек. 7 көбейту 4 тең 28 дециметр. Келесі А тең 9 дециметр. P-ні табу үшін А-ны 4-ке көбейтуіміз керек. Яғни 9 көбейту 4 тең 36 метр. Осылай периметрін табамыз. Бесінші тапсырма. Суреттегі үшбұрыштың периметрін табу жолын түсіндір. Балалар, суретте үшбұрыш берілген, оның қабырғасының ұзындығы 2 см, 3 см және 4 см-ге тең екен. Оның периметрін табу жолын түсіндір дейді. Яғни шешуі 2 қосу 3 қосу 4 тең 9 см. Яғни үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларын бір-біріне қосып шығамыз. Үшбұрыштың периметрі, яғни P тең 9 см-ге.
Алтыншы тапсырма. Қабырғаларының ұзындығы А, Б және С-ға тең үшбұрыштың периметрін тап дейді. Яғни үшбұрыштың периметрін табу үшін балалар біз барлық қабырғаларын бір-біріне қостық. Демек, оның қабырғалары А, Б, С-ға тең болатын болса, үшбұрыштың периметрі А қосылған Б қосылған С-ға тең екен. Ал енді ережеге мұқият қараймыз. Үшбұрыштың периметрін табу формуласы P тең А қосылған Б қосу С. Мұндағы А, Б, С үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы. Ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. Жетінші тапсырма. Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 5 см. Қалған екі қабырғасының әрқайсының ұзындығы одан 2 есе артық. Үшбұрыштың периметрін тап дейді. Яғни бізде бірақ қабырғасы белгілі, қалған қабырғаларын тауып периметрін анықтауымыз керек. А тең 5 см, Б белгісіз, Адан 2 есе артық, С белгісіз, Адан 2 есе артық екен. Периметрін анықтауымыз керек. Шешуі. Балалар, бірінші Б, С қабырғаларының ұзындығын анықтап алуымыз керек. Ол үшін А қабырғасын 2 есе арттырамыз. 5 см көбейту 2 тең 10 см. 5 см көбейту 2 тең 10 см. Яғни Б қабырғасы да С қабырғасы да 10 см-ге тең екен. Ал енді периметрін анықтау үшін үш қабырғасын бір-біріне қосамыз. А қосу Б қосу С. Сонда 5 қосу 10 қосу 10 тең 25 см. Жауабы үшбұрыштың периметрі 25 см. Ал енді 8-ші тапсырма. Әсем ас үйдің, қонақ бөлменің және дәліздің ұзындықтарын өлшеді. Ас үйдің ұзындығы 3 метр. Дәліздің ұзындығы одан 2 есе артық. Ал қонақ бөлменің ұзындығы ас үй мен дәліздің ұзындықтарын қосқандағы ұзындыққа тең. Мына өрнектер нені білдіретінін түсіндір дейді. 3 көбейту 2, 3 қосу 3 көбейту 2. Ал енді осы есепті шығарып көрейік. Бірінші қысқаша жазбасын жазамыз. Ас үйдің ұзындығы 3 метр, дәліздің ұзындығы белгісіз, ас үйден 2 есе артық. Ал қонақ бөлменің ұзындығы ас үй мен дәліздің ұзындықтары қосқандағы ұзындыққа тең екен. Шешуі. Бірінші дәліздің ұзындығын анықтаймыз. Ол үшін 3 см-ді 2 есе арттырамыз. Тең 6 метрге. Бұл дәліздің ұзындығы. Ал енді қонақ бөлменің ұзындығын анықтау үшін ас үйдің ұзындығы мен дәліздің ұзындығын қосамыз. 3 қосу 6 тең 9 метр. Бұл қонақ бөлменің ұзындығына тең екен. Ал енді берілген өрнектер балалар, бұл дәліздің ұзындығын анықтауға және қонақ бөлменің ұзындығын анықтауға арналған өрнектер екен. 9-ші тапсырма. Асы А тең 5 см, ал Б тең 4 см деп алып, тіктөртбұрыштың периметрін тап дейді. А тең 5 см, Б тең 4 см. Периметрін анықтауымыз керек. Периметрін анықтау үшін П тең жақша ішінде А қосылған Б көбейту 2. Аға Б-ны қоссақ 5 см қосу 4 см, оларды 2 есе арттырамыз. 5-ке 4-ті қоссақ 9, 9-ды 2 көбейсек 18 см. Ә тапсырмасы А тең 8 дециметр деп алып, шаршының периметрін тап дейді. Балалар, шаршының периметрін табу үшін А-ны 4-ке көбейтетін еді. Демек 8 дециметр көбейту 4 тең 32 дециметр. 10-ші тапсырма. Шаршы 4 бірдей шаршыларға бөлінген. Егер үлкен шаршының қабырғасы 6 см болса, кішкентай шаршының периметрі неге тең дейді. Балалар, үлкен шаршы, яғни сызып көрсеттім, үлкен шаршының ұзындығы 6 см-ге тең және ол бірдей 4 шаршыға бөлінген. Демек, кішкентай шаршының периметрін анықтауымыз керек екен. Ол үшін қабырғасын анықтап алуымыз керек. Яғни 6-ны бірінші 2-ге бөлеміз. Яғни мына ұзындық 6 см, ол 2-ге бөлініп тұр. Демек 2-ге бөлеміз тең 3 см. Кішкентай шаршының әрбір қабырғасы балалар 3 см-ге тең. Ал енді периметрін анықтау үшін 3 см-ді 4-ке көбейтеміз, тең 12 см. Жауабы кішкентай шаршының периметрі 12 см. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.